Бәріңе сәлем. Бұл сіз білесіз бейдары. Біздің мақсатымыз қымбатты көрерменімізге жол саласындағы күрделі тақырыптарды қарапайым әрі түсінікті тілмен тарқату. Өткен аптада саланың ең басты маманы жолшы туралы әңгіме қозғадық. Ал бүгін олардың еңбегінің нәтижесі, яғни жолдар туралы айтпақпыз. Жол неден тұрады, қалай жасалады? Жол салу үшін басты үш нәрсе қажет. Құм, қиыршық тас және асфальт. Республикалық маңызы бар кез келген жолдың негізгі, ең төменгі төсемі топырақ негізді. Оған жоғарғы қабаттардың барлық жүктемесі түседі. Өткен айдар аясында мен жолдың өзіндік өмірлік циклы бар екенін айттым. Ең төменгі негіз, неғұрлым жақсы дайындалса, жолда соғұрлым ұзағырақ пайдаға аспақ. Құрылыс процесі барысында ең алдымен жолшылар жер ойықтарын жасайды. Топырақ ауыр техникамен тығыздалып, тегістеледі. Әрі қарай дренаж қабаты бар. Ол жаңбыр суын жолдың денесінен шығару үшін қажет. Ал құм мен топырақ бір-бірімен араласып кетпеу үшін геотекстиль қажет. Әдетте, геотекстильдер бұл үлкен фракциялы қиыршық тас пен құмның қоспасы. Ал сәл бос қалған жерлер кішігірім фракциялы материалдармен толықтырылады. Ең соңғы кезеңді сіздің бірнеше рет көргеніңізге еш күмәнім жоқ. Мен қазір асфальты бетон төсеу туралы айтып тұрмын. Бұл жолдың ең көрінетін бөлігі. Жоғарыда аталған барлық кезеңдер жыл бойы кез келген көлікпен жүруге болатын жолды қалыптастыру үшін қажет. Ал тұрғындарымызға тәулік бойы 1403 бірыңғай кол орталығы жұмыс істейтін еске салғым келеді. Осы нөмірге қоңырау шалу арқылы тұрғындар жолдарда болып жатырған жағдай туралы біле алады. Сонымен қатар, Қазавтожол ұлттық компаниясының қызметіне қатысты барлық сұрақтар, өтінімдер мен ұсыныстарды ел тұрғындары Facebook, Instagram желісіндегі ресми парақшаларға тікелей жолдай алады.